Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біз өтетін тақырыбымыз бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Ол заң нені ашады дегенде біз ең бірінші Ньютонның басы алмағұлаған туралы елестетсек болады. Ол басы алмағұлаған кезде ол гравитацияны ашады сол кезде. Бірақ одан кейін ойланады. Неге дәл сондай гравитация айға әсер етпейді деп? Өйткені алмағұлағанда айда жерге қарай құлап кетуі керек қой, жер гравитациясын тартып. Сол кезде ол бүкіл әлемдік тартылыс заңында мынаны ашады. Егер кез келген бір екі дене бір-біріне қарсы тұрса, бір-біріне жақын тұрса, ол бір-бірін міндетті түрде тартып тұрады екен. Сондықтан айда жерде екеуіне бір-біріне әсер еткен бір-біріне тарту күші. Сондықтан біз айдың алыстап біріне жақындап тұрғанын байқамаймыз. Олар тек өзінің бір орбитада қозғалып тұрады. Күн жүйесіндегі барлық планеталар да солай. Яғни бір осы кезде қызықты бір факт айтайын. Яғни ол қазіргі жердегі адамдар мен кәдімгі жер бар ғой, өзіміздің планета соған әсер еткен. Яғни жер бізді тартып тұрса, гравитация тартып тұр дейміз ғой, біз де жерді тартып тұрады екенбіз. Бірақ ол жерде өте кішкене ғана күш тұрады, сондықтан біз оны тіпті байқамайды да екенбіз. Біз осы бүкіл әлемдік тартылыс заңын сабағын өтетін кезде міндетті түрде мына ең басты формулаға келеді екенбіз. Бұл формула бізге нені береді? Өздеріңіз білесіздер, F ол күш, M салмақ, R ол арақашықтықта. Бірақ бұл жерде таныс емес, G тұр. G дегеніміз не? Ол G дегеніміз гравитациялық тұрақтылық деп айтамыз. Бұл бүкіл әлемде өзі тұрақты нәрсе. Оның несі саны мынадай. 6,67 көбейтілген 10⁻11 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадрат. Жаңағы біз айтқан формулаға бір мысал болсын. Мысалы екі дене бөлсін бізге және олардың арасындағы арақашықтық. Міне, мына есептегідей. Біз жаңағы формула саламыз, бұл жерде күш табу керек болады. G бізге өзімізге белгілі 6,67 көбейтілген 10⁻11 дәрежесі. Үсті 2 көбейтілген 3 болса, асты сразу квадраттап 4 деп алайық. Бұл кезде бізде 10,005 дейтін шама шығады екен. Ньютон. Рахмет. Бұл жерде бір айта кететін жағдай, мысалға бізде осы екі шамалар кейде андай сұрақтар келуі мүмкін ұмытуда. Егер арақашықтық артса не істейді деген. R артып кетсе, немесе салмақ артып кетсе ше. Бұл жерде M1 бар, M2 бар. Ол артып кетсе не істейді деген сұрақтар келуі мүмкін. Яғни ол кезде біз не істейміз? Ол қалай әсер етеді, күшке қалай әсер етеді деген сұрақтар келуі мүмкін. Біз ол кезде мынаған бөлшекке мән береді екенбіз. Яғни мәндер бөлшектің астында тұрса, олар яғни R артса, бізде F міндетті түрде кемейді екен. Ол тек жай ғана келмейді, квадратта болғандықтан екі есе келмейді да. Ал егер салмақ артса ше, салмақ артса, бізде F артады екен. Мысалы мән береміз. Егер салмақ төмендесе, мысалға F те төмендейді. R төмендесе, мысалға арақашықтық яғни жақындаса, ол кезде біздің F-міз артады екен. Жай ғана артынбайды. Жай ғана артпайды. Квадратта артады екен да. Мысалға бір не келтірейін. Бізге 3 есе артсын. Бізге 3 есе артсын. Ол кезде не істейміз? Ол кезде біз мына жерге 3R деп жазамыз. Және болар, қазір сіздермен бірге ұлттың бір есебін талдайтын боламыз. Мысалға мынандай есеп берілсін. Кемелер бір-бірінен 1 километр қашықтықта тұр. Әр кеменің массасы 5,4 дәрежесіндегі тонна, олардың арасындағы тартылыс күші қандай деген. Бірінші бұл жерде біз жаңа формуланы білеміз. Жазып қойып. Және тек қана бұл жерде формуланы түрленіп бізге ешқандай қажет емес. Өйткені бізде тартылыс күшін тап деген бізде G өзіңіз білеміз. 6,67 10⁻11 дәрежесі. Бұл жерде біздің мән беретініміз олар ХМЖ-ға келтіру. Яғни 1 километрді метрге, тоннаны килограмм айналдыру керекпіз. Яғни бізде 1 километр ол 1000 метрге тең ғой. Ол квадраттаған кезде оның 6 дәрежесіне тең болатын бір көздің оның 6 дәрежесі. Үстіне массаны бірден көбейтіп жаза қойып. Өйткені екі масса бір-біріне тең деген әр кеменің массасы. Сонда 25 бөлген 10⁻14 дәрежесі. Бұл жерде 6 мен 14 тастағанбыз, 8 қалады. 8 мен 11 тастағанбыз. Сол кезде бізде 166,175 бөлген
10-нан -3 дәрежесі қалады екен. Бұл жерде бізде ньютон күш. Міне біздің ОБТ есебіміз дәл осылай шығады. Яғни бұл жерде өте қатты мән беретін нәрсе бірінші ХБЖ-ға келтіру. Мысалы тонналарды одан шығарып кетсек, бізде есеп ұшып қоя қалуы мүмкін. Және қысқартқан кезде, дәрежелерді қысқартқан кезде абай боламыз. Және формуланы түрлендіру. Сіздерге бұл жерде айтатыным, беретін ақылым, ең бірінші осы есепті қараған кезде есіңізге түсетін формулалардың бәрін жазып алыңыз. Мысалға мына жерде тонна, километр дегенде өз есіңізге түсіріп, мысалы қандай формулада осындай нәрселер болуы мүмкін, арасында тартылыс күші қандай дегеніңізде өздеріңізге есептеріңізге түсіп тұру керек.